Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағы 54-ші сабақ. Бөлім менің өлкемнің табиғаты. Сабақтың тақырыбы жиынды біріктіру және бөліктерге бөлу. Бүгінгі сабақта жиынды құрастыруды және жіктеуді үйренесің. Жиындарды біріктіруге элементтердің тиістілігін анықтайсың. Ең алдымен алғашқы тапсырмамызға назар аударамыз. Балықтар мен құстар бейнеленген жиынды қарастырып көрейік. Бұл екеуін біріктіретін жиынды қалай атауға болады? Жиын элементтерін латын әліпбиінің әріптерімен ата. Яғни бұл екеуін біріктіретін жиынды қалай атауға болады? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл жануарлар жиыны болады. Ал енді осы жиын элементтерін латын әліпбиінің әріптерімен атап көрелік. А жиыны балықтар, Б жиыны құстар. Енді А жиынындағы элементтерді атайық. А жиыны элементтері A, B, D элементтері жатады. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Жиынды қарастыр. Оны қандай екі жиынға бөлуге болады? Әр жиынның элементтерін анықта. Оларға атау бер. Балалар, бұл жанды заттар жиыны. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді осы жиынның элементтерін атап көрелік. Жанды заттар жиынның элементтері көбелек, қаңқыз, инелік, торғай, көгершін, мысқа, ара, саршымшық, тырна жатады. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Оны қандай екі жиынға бөлуге болады? Жәндіктер жиыны және құстар жиыны деп бөлуге болады. Себебі өздерін көріп тұрсыңдар, жанды заттар жиынына жәндіктер көбелек, құмырсқа, ара, қоңыз. Жәндіктер жиыны жататын болса, құстарға көгершін, торғай, тырна жататыны белгілі болды. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Әр жиынның элементтерін анықтаймыз, оларға атау беріп көрелік. Жәндіктер жиыны жаңа атап шықтық сендермен. Жәндіктер жиынының элементтері көбелек, қаңқыз, инелік, құмырсқа, ара. Құстар жиыны торғай, көгершін, тырна, саршымшық. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Әр қайсысында қандай екі жиынның біріктірілгенін анықтайық және артық элементті табайық. Кәнеки, мұқият тапсырмаға қараңдаршы. Бұл жерде балалар саңырауқұлақтар жиыны мен жапырақтар жиыны біріктірілген. Ал енді артық элемент табатын болса, құлпынай артық элемент, яғни құлпынай саңырауқұлақтар жиынына тиісті емес. Құлпынай жапырақтар жиынына тиісті емес. Саңырауқұлақтар жиыны және жапырақтар жиыны біріктірілген. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Әр қайсысында қандай екі жиынның біріктірілгенін анықтайық
мұқият қараймыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жәндіктер жиыны және гүлдер жиыны біріктірілген. Яғни, ал артық элемент әрине торғай болып шықты. Торғай көбелектер жиынына тиісті емес. Торғай гүлдер жиынына да тиісті емес. Бұл жерде жәндіктер жиыны және гүлдер жиыны біріктірілген. Тамаша, жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Жиындарға ортақ атау бер. Оны қалай екі жиынға бөлуге болады? Тапсырмаларды карточкалардың көмегімен орындап көрелік. Балалар, мұқият қараңдаршы. Ортақ атау беріп көрейікші. Қандай атау шықты? Дұрыс айтасыңдар. Әріптер жиыны шықты. Ал енді осы атау бергеннен кейін оларды қандай екі жиынға бөлуге болады балалар? Ойланамыз. Тамаша, дұрыс айттыңдар. Яғни, оларды дауыстылар жиыны және дауыссыздар жиыны деп екі жиынға бөлуге болады. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Бұл тапсырманы орындап шықтыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Сызба бойынша, балалар, сызба бойынша бір амалмен орындалатын есептер құрастырып көрейік. Қол шатыр 26, қызыл қол шатыр алтауына артық. Балалар, бұл жерде қосу амалы орындалады. Яғни 26 мен 6-ның қосындысы 32-ге тең. Жауабы 32 қол шатыр бар. Бұл амал бір амалмен орындалатын есеп. Ал енді балалар, екі амалмен орындалатын есепті құрастырып көрелік. Қол шатыр 26, қызыл шатыр белгісіз, бірақ алтауына артық. Және барлығы неше қол шатыр екенін табу керек. Дұрыс айтасыңдар. Ең алдымен біз қызыл қол шатырды табуымыз қажет. Яғни 26 мен 6-ның қосындысы 32-ге тең. Бұл қызыл қол шатыр. Енді барлығын табу үшін көп қол шатырды 26-ны қызыл қол шатырға қосамыз. Сонда 32 қосамыз. 26 мен 32-ның қосындысы 58-ге тең болады. Жауабы барлығы 57 қол шатыр бар. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Бұл тапсырманы да орындап шықтыңдар. Келесі 5-ші есеп. Есепте дұрыстығын тексереміз. Яғни балалар, 25 пен 9-ның қосындысы 34-ге тең. Қосуға кері амал, азайту амалы. Яғни 34 пен 9-ның айырмасы 25-ге тең болады. Екінші амалды шығарып көрелік. 90 мен 3-дің айырмасы 87-ге тең болады. Яғни азайту амалына кері амал, қосу амалы. Олай болса, 87 мен 3-дің қосындысы 90-ға тең болады. Балалар, әрі қарай тапсырмаларды өздерін шығарып, мұғалімдеріне жолдауыңызды сұраймын. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар балалар.